Біздің дәуірімізге дейінгі 5 ғасырдақ ежелгі гректер денелер көрінбейтін ұсақ бөлшектерден тұрады деп ойлаған. Олар оны атом деп атаған. Бұл сөз бөлінбейтін деген мағынаны білдіреді. Бұл гипотеза эмпирикалық деректерге емес, философиялық талқылауларға сүйене отырып пайда болған. Атомдарды жай көзбен көру мүмкін емес, сондықтан оларды көру үшін арнайы құрылғыларды қолданамыз. Ежелгі философтардың осы гипотезасы біраз уақыт ұмытылып кеткен. Кейін бұл гипотеза 19 ғасырдың басында Джон Дальтонның теориясында келтіріледі. Өз тәжірибелерінің нәтижелеріне сүйене отырып, Дальтон дене атомдардан тұрады деген болжам жасады. Бұл қазіргі ғылымға негіз болды. Қазір біз атомдардың көрінбейтінін және олар ядромен оны айнала қозғалатын электрондардан тұратынын нақты білеміз. Шамамен 200 жыл бұрын Джон Дальтон барлық материя атомдардан тұрады деген теориясын ұсынды. Ол атомдарды бильярд шарлары секілді кішігірім қатты шарлар ретінде суреттеді. Дальтон атомдарды бөлек күйде көре алмағандығына қарамастан, оларды елестету арқылы өзінің атомдық теориясын тұжырымдады. Дальтонның теориясына сәйкес, қаншама химиялық элемент болса, сонша атом түрі болады, және бір элементтің барлық атомдары бірдей, яғни олардың массалары мен қасиеттері бір болады. Бұл теория материяның атомдық теориясының бастауы болды. Материя тұрақты және үзіліссіз болып көрінеді. Алайда бұл олай емес. Барлық заттар атомдар деп аталатын ұсақ бөлшектерден тұрады. Атомдардың кішкентай болғаны сонша, миллиондаған атомдар ине тесігіне сыйып кете алады. Атомдардың алуан түрлері бар. Бір ғана атом түрінен құралатын заттар элементтер деп аталады. Атом химиялық элементтің қасиеттерін сақтайтын оның ең ұсақ бөлшегі. Темір пластинаның құрамындағы атомдардың барлығы бір түрге жататын атомдар. Дәл осылайша, алтын құймасындағы барлық атомдар бірдей, бірақ темір атомдарынан өзгеше болады. Атомдар молекулалар деп аталатын топтарға бірігеді. Оттегі азот немесе хлор сияқты кейбір элементтер екі атомды молекула күйінде болады. Екі немесе одан да көп атом түрлерінен құралатын молекулалар химиялық қосылыстардың молекулалары. Химиялық қосылыстар да таза зат болып келеді. Химиялық қосылыстың мысалына суды жатқызуға болады. Оның әр молекуласы екі сутек атомы мен бір оттек атомынан құралады.